20-шы есеп. Схемада 3-ші А сыныбында оқитын оқушылар көрсетілген. 3 пен 4-ке оқитын ұлдар сыныптың қанша пайызын құрайды? Біз мұнда схемадан көріп тұрмыз, қыздар 40% болса, ендеше ұлдар 60% болады, себебі бізде барлығы 100%. Ал осы 60%-дің 60%-ы 3 пен 4-ке оқиды дейді. Ендеше біз былай жазып алайық. Егер сыныпта барлығы X оқушы болса, біз қанша екендігін білмейміз. Барлығы X оқушы болса, онда ұлдар соның X-тің 60%, яғни ол 100-ден 60X болады ұлдар. Ал 3 пен 4-ке оқитын ұлдар осы 100-ден 60-тың 60%, яғни 100-ден 60-тың 60X-тің 60% дегеніміз, яғни оны да 100-ден 60-ға көбейтеміз. Енді осыны есептеп табайық. 100-ді 100-ге көбейтеміз. Немесе 0-дерін қысқартайық есептеуге ыңғайлы болу үшін. 10-нан 6-ны 10-нан 6-ға көбейтеміз. Сонда 100-ден 36X болады. Ал біз X деп барлығын белгіледік. Ал 100-ден 36 болса, демек ол 36%. X-тің барлығының 36%-ын құрайды. Демек нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы. 3 пен 4-ке оқитын ұлдар сыныптың 36%-ын құрайды.